Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіздер. 22 жаста едім. Жастықтың жалын шақтары. Арман мен қиялға толы кез. Әлеуметтік желіде көп отырмайтынмын. Бірақ бір күні тағдыр мені бір бейтаныс жігітпен жолықтырды. Өзімнен 5 жас үлкен. Әңгімесі салмақты, тәрбиесі де жақсы көрінді. Әр сөзіне мән беріп, үнемі ізеттілік танытып отырды. Әуелде әдеттегі әңгіме деп мән бермегеніммен, уақыт өте келе екеуміздің сөйлесулеріміз жиілей бастады. Телефон құшақтап сөйлесетінбіз. Кейде түн ортасына дейін, кейде таңға дейін. Бірінші рет кездескенімізде ол бірден «Сені алам» деді. Әуелі таң қалдым. Әдетте жігіттер ұзақ танысып жүріп, ойланатын еді ғой. Ол еш ойланбастан, алғашқы сәттен шешім қабылдап қойғанын айтты. Ішімде бір жағынан қуаныш, бір жағынан күдік болды. Шынымды айтсам, ол маған ұнады, көзқарасы таза, сезімі шынайы сияқты еді. Сезімнің ұшқыны пайда болғандай болды. Бірақ бар еді. Ол көп орта көрмеген жігіт. Достары аз, көпшілікпен араласу дағдысы жоқ. Үнемі қысылып, кейде өзін еркін ұстай алмайды. Ал мен болсам, ортаға тез сіңіп кететін, достарыммен еркін араласатын жанмын. Уақыт өте келе менің ортама қосылып, өзі де өзгеріп кетер деп ойладым. 3 айдай сөйлесіп жүрдік. Бір күні ол маған: «Мамам сенімен танысқысы келеді, сен туралы айттым» деді. Мен тосылып қалдым. Іштей әлі дайын емес екенімді сездім. Қазір әлі ерте ғой, біраз уақыттан кейін болсын деп танысудан бас тарттым. Бірақ дәл сол күні күтпеген жағдай болды. Жігіттің анасы маған SMS жазып жіберіпті. «Сені бүгін күтемін» деп. Бір түрлі абдырап қалдым. Өз анаммен ақылдастым. Ол да ойланып, «Бар, көргенің жөн, қандай адамдар екенін біл» деді. Сөйтіп, сыйлығымды алып, олардың отбасымен танысуға бардым. Шынымды айтсам, жылы қабылдады. Дастархан басында әңгіме айтып, көңілді жайдары көрінді. Бірақ дастарханнан тұрғаннан кейін бәрі күрт өзгерді. Жігіттің анасы: «Сендер үйленулерің керек, мамаңның нөмерін бер, өзім сөйлесем» деді. Жүрегім дір ете қалды. Әлі дайын емес едім. Қыз боп қимастан әлі кездесіп жүріп сөйлескім келді. Ал олар болса, бір бөлмені көрсетіп, «Осы бөлмеде жатасыңдар» деп асықтырып тұрды. Ертесіне анамды іздепті. Телефон шалып, «Балалар үйленуі керек» депті. Анам ештеңе айта алмапты. Тек «Қызыммен сөйлесем» депті. Ал менің жүрегім тартпай тұрды. Жігіттің өзі де дайын емес екені сезіліп тұр. Бірақ ештеңе демедік. Біраз уақыт жауапсыз жүре бердік. 2-3 күннен кейін екі жақтың ата-анасы кездесіп қойыпты. Сөйтіп сырға салу мен тойға дайындық басталып кетті. Осы жерде жүрегімде бір белгісіз алаң болды. Бұл асығыстық, мен дайын емеспін деген ой мазалады. Бірақ әке-шешемнің сөзінен аса алмадым. Олардың да шешімі қатты болды. Қыздың бағы бала күнде деп асықтырды. Жүрегім басқан айтса да, тағдырдың жетегінен кетіп бара жаттым. Той қамы басталды. Құдалық сөз айтылып, сырға салатын күнде белгіленді. Үйде дайындық қызу жүріп жатты. Ағайын туыс естіп, құттықтап, әркім өз тілегін айтып жүр. Бірақ менің жүрегім тыныс емес еді. Іште қимылсыз отырғаныммен, жан дүниемде дауыл соғып жатты. Қыз болып болашаққа қадам жасаймын. Бірақ жүрегім алға тартпайды. Бір жағынан бұл сенің тағдырың шығар деген ой келеді. Ал екінші жағынан, «Жоқ, дайын емессің, асығыстық жасама» деген ішкі дауыс маза бермейді. Сырға салу небәрі 3-ақ күн қалғанда еді. Сол кезде күтпеген жағдай болды. Жігіттің бір қызбен сөйлесетінін білдім. Бұрын байқамағанмын, аңғармағанмын. Ал сол сәтте бәрі анық болды. Жүрегім тас төбеме шыққандай болды. Өмірімдегі ең үлкен шешімнің алдында тұрып, дәл осындай нәрсеге тап боламын деп ойламаппын. Өзімді алданғандай сезіндім. Ол кезде жігітіме де оңай болған жоқ. Ол да ойланып, «Үйленбеймін» деді. Мен де іштей соған келіскендей болдым. Ақыры батылданып, «Мен тұрмысқа шықпаймын» дедім. Бұл сөзді айту маған оңай болған жоқ. Өйткені екі жақта дайындалып қойған, ел жұрт естіп қойған. Артқа қайту деген досқа күлкі, дұшпанға таба болу. Көп замай оның анасы маған телефон соқты. Ашулы, бірақ сөзіне сендіруге тырысқан үнмен былай деді: «Досқа күлкі, дұшпанға таба боламыз. Балам қыдырмайды. Ана атыммен ант етейін. Өз баламды өзім білемін. Қазір оған звонда. Кешірім сұра». Бұл нағыз манипуляция еді. Бірақ жас болдым, тәжірибем аз еді. Қорықтым,
Елдің сөзінен ұят дегенге алданып көндім. Сөйтіп қайта келісіп сырға салу өтті. Сол күннен бастап тағдырым басқа арнаға түсті. Бірақ ішкі тыныштық жоқ еді. Кейіннен білдім, бұл асығыстықтың артында үлкен бір себеп жатыр екен. Жігіттің анасы балгерге барыпты. Балгер оған: ұлың бір қызбен жүр, егер осы қызға үйлендірмесең, балаң үйленбей қалады депті. Содан кейін олар біздің ауылдағы бір кісіден әкем жайлы сұрастырған. Ол кісі әкемді мақтап, әулетіміздің жақсы екенін айтып берген. Міне, осы қыз бізге келін болсын деп шешіп асықтырған екен. Ал мен болсам жастығыммен, аңқаулығыммен сол қармаққа түсіп қалдым. Ішімнен бірдеңе дұрыс емес деп сезіп тұрсам да, тоқтай алмадым. Елдің сөзі, үлкендердің шешімі ұят болады деген қорқыныш мені алға сүйреп бара жатты. Бірақ жүрегімдегі сол сенімсіздік пен күдік ешқашан өшпеді. Сырға тағылып, құдалар ризашылығын білдірді. Екі жақта да қуанышты ой қамы басталды. Жүрегім тыныш емес болса да, сырт көзге бәрі қалыпты көрінді. Мүмкін уақыт өте келе бәрі орнынан түсер. Менің күдігімде сейілер деп өзімді жұбаттым. Той өтті. Үлкен үйде ағайын туыс достар жиналды. Әкемді мақтап, анамды алғыспен жаудырды. Ауыл аймақ жақсы отбасына келін болып бардың деп мақтап жатты. Іштей қуана алмадым. Бірақ елдің алдында мұңымды да шығара алмадым. Келіндік өмір басталды. Күнім енемнің қасында өтті. Үй шаруасы, қонақ күту, келіндік міндет, бәрі ретімен жүріп жатқандай көрінді. Бірақ көңілімде бір басаңдық, бір түсініксіз суық бар еді. Күйеуім бастапқыда салмақты, артық сөзі жоқ, үндемей жүретін. Бірақ уақыт өте мінезі ашыла бастады. Біртүрлі жалғандықты байқай бастадым. Әркез қолында телефоны. Жұмыс деп кешігеді. Досымен кездестім деп хабарласады. Ал мен өзімді алданғандай сезінемін. Бір күні кешкісін келмей қойды. Түнде күттім, телефон соқсам көтермейді. Таңға жуық мас болып оралды. Ашуға булығып, телефонын қарасам көптен күдіктеніп жүрген қызбен сөйлескенін көрдім. Онымен құшақтасып түскен суреттерін таптым. Жүрегім қан жылап, денем дірілдеп кетті. Бұл не? Бұл қыз кім дедім. Ал ол болса арсыздана: жұмыстасым? Жұмыспен ғана жазамыз. Артық ештеңке жоқ деді ұялмай. Әлденеше рет сылтау айтты. Бірақ көзім көріп тұр. Ол қыз оның жұмыстасы ғана емес. Ол қыз көңілдесі. Енемнің өзі де бірдеңені сезгендей еді. Кейде маған қарап: балам ондай емес қой, жаман түс көрдім. Түсімде кухняда үлкен егеу құйрық жүр екен дейтін. Сонда менің шыдамым таусылып бір күні ашық айттым: балаңыз бір әйелмен жүр. Ол менен үлкен. Қайда, кіммен жүргенін біліп жүріңіз дедім. Енем жылап қалды. Баласымен сөйлесіп еді, ол керісінше мені жібере берсін депті. Тіпті ол кетпесе асылып қалам деп концерт қойған. Мен кетпедім. Себебі әкемді жерге қаратпаймын. Елдің алдында ұят болмайын деген ой ұстап тұрды. Өзімді жұбаттым. Жағдайымыз бар, ақша бар, үлкен үйде тұрамыз, керек болса бәрі бар, шүкір деу керек шығар. Осылайша бір жылға жуық уақыт сол үйде тұрдым. Көңілім суық болса да, сыртымнан күліп жүрдім. Бірақ ішкі дүнием бәрі сынып жатқандай еді. Күйеуім болса, сол баяғы әдетінен айнырмай, қыдыруын жалғастыра берді. Күндер зымырап өте берді. Келін болып барғаныма 7 айға жуықтаған. Бірақ әр күн мен үшін сынаққа айналды. Күйеуім үйге таң ата келеді. Телефоны қолынан түспейді. Кейде ағылшын тілі курсына жазылдым деп өтірікті соғатын. Ал шын мәнінде ол курста өзі ғана емес, әлгі жұмыстас қызы да барын білдім. Бір күні курстастарыммен қыдырам деп шықты. Түннің ортасына дейін күтіп, қоңырау шалдым. Көтермеді. Хабарлама жаздым, жауап жоқ. Таңғы 9-да мас болып кіріп келді. Ашудан дірілдеп тұрдым. Телефонын алып қарасам, әлгі қызбен құшақтасып түскен тағы да суреттер. Сол сәтте жүрегім тасқа соққандай ауырлады. Бұл не масқара? Осы уақытқа дейін сенің ақталғаныңды тыңдап келдім. Енді өз көзіммен көріп тұрмын. Мен кіммін саған? Әйелің бе? Жоқ, әлде мен кіммін? Әлде үйде күтіп отыратын қызметшің бе дедім. Ол болса үнсіз тұрды. Кейін барып тағы да сылтау іздеді. Бәрі жай қалжың, ештеңе жоқ, арамызда түк те жоқ дегендей. Бірақ көзім бәрін көрді, жүрегім бәрін сезді. Сол түні енем маған келіп: түсімде кухняда үлкен егеу құйрық жүр екен, бір жамандықтың белгісі шығар деді. Мен шыдай алмай: иә, сол егеу құйрық сіздің балаңыз. Ол менен жасы үлкенмен әйелмен жүріп жүр. Біліп қойыңыз, мен өз көзіммен көрдім дедім. Енем жылап қалды. Бірақ бар шындықты естігеннен кейін мені қорғап шықпады.
балаға қарсы келмеді. Керісінше, ұлы екеуі менен құтылудың жолын іздеп, мен кетемін, әйтпесе асылып қалам деген ұлының концертін таң көрдім. Сол кезде жүрегім қатты қиналды. Кетіп қалғым келді, бірақ ішімде бір ғана ой. Осыншама зая кеткен уақытым, елге сөз болғаным. Әкемді жерге қаратпайын, ажырасқан қыз болып елдің сөзін естімейін. Осы оймен тағы да қалдым. Уақыт өткен сайын өзімді жоғалтып бара жатқанымды байқадым. Бұрынғы еркін, сенімді, ойы ашық қыз жоқ. Үй қызметшісіне айналғандаймын. Сенімсіздік, қорқыныш, жанымдағы адамға деген жиіркеніш жанымды жегідей жеп барады. Бір күні ұйқыдан тұрдым да айнаға қарадым. Өзімді танымай қалдым. Көзімде қуаныш жоқ, жүзімде жылулық жоқ. Сол сәтте анық түсіндім. Мен бұл үйде қалуым, өзімді жоғалтуым. Телефонды қолыма алып, анама қоңырау шалдым. Жылап тұрып, «Мама, мен ажырасамын, папама айта салшы. Өзін ойласа, мені ұятқа қалдырмау үшін қалам. Бірақ мен ойласа, келісімін берсін» дедім. Анам үнсіз тыңдап тұрды. Сосын, «Қызым, сенің өмірің, сенің қолыңда. Біз сені қолдаймыз. Әкең де, мен де, бәрін көріп отырмыз. Бір қыдырған еркек оңбайды. Бала туып өзіңді байлап қалма. Ертеңгі өміріңді ойла» деді. Осы сөздер мен үшін нағыз құтқару болды. Сол бір күн менің тағдырымды өзгертті. Анама қоңырау шалып, бар сырымды айтқан соң, іштей жеңілдеп қалғандай болдым. Жүрегінің түбінде көптен бері шешім дайын еді. Тек айтуға батылым жетпей жүрген. Енді артыма қарамай нақты қадам жасайтын уақытым келгенін сездім. Папам да үн қатты. Әдетте көп сөйлемейтін, байыппен ғана ой білдіретін әкемнің сөзі қысқа да нұсқа болды. Бұл өмір. Бұл сенің өмірің. Шешімді өзің қабылда. Біз қолдаймыз деді. Осы сөзді өзі маған жетіп тұрды. Әкемнің рұқсатын есту мойнымнан ауыр жүктің түскенде әсер берді. Сол түні көз ілмедім. Көңілімде мың ой. Ертеңнен бастап басқа өмір басталады деген ой бір жағынан қорқынышты, бір жағынан қуанышты. Өйткені шыдамның да шегі бар еді. Адам ертеңіне қоңырау шалды. Дауысы қатты да емес, жұмсақ та емес, нағыз өмір мектебін үйреткен ана дауысы еді. «Қызым, қайтып келген қызға еркектер үйір болады. Өзіңді басқара біл. Ажырасқан әйелді көп адам түсінбейді. Әркім әртүрлі сөз айтады. Бірақ сен ешкімге сырыңды ашпа. Сенің шынайы досың тек мен. Соны ұмытпа» деді. Бұл сөздер менің ішімде мықты тірек болды. Анамның қолдауы болмаса, бәлкім әлдеқашан сынған болар еді. Сөйтіп бір күнде жиналып шешім қабылдадым. Сол үйде қалғым келмейді. Өмірімнің бір бөлігін қасіретке айналдырған, сенімімді таптап, жанымды жаралаған үйден кеттім. Әкем қиналды. Қызын бақытсыз көргісі келмеді ғой. Бірақ бәрін түсінді. Анам сияқты ол да үнсіз қолдау көрсетті. Қиын болса да менің таңдауымды қабылдады. Күйеуім сол кезде тыпыршыды. «Қал, егер кетсең мен өлем, асылып қалам» деп тағы да қысым көрсетті. Бірақ мен енді оралмадым. Өйткені бір нәрсені анық түсіндім. Бір қыдырған еркек өзгермейді. Уәдесі бос, сөзі алдамшы. Ажырасқаным үшін өзімді ешқашан кем санамадым. Керісінше, ішкі күшімді, қайсарлығымды таныдым. Адамды жоғалтқан мен өзімді жоғалтпадым. Күйеуім менен кейін көп ұзамай сол қызды алды. Бірақ елдің айтуынша ол ата-анасымен араласпай кеткен. Осы кезде білдім. Енем ол әйел туралы алғашында білген екен. Жасы үлкен әйел, баламның басын арбаған. Ертең бізбен араластырмайды деп алғызбаған екен. Сол себепті күйеуім менімен тез арада танысып, енем бізді үйлендіруге асыққаны себеп болған екен. Енді біліп отырмын. Ал мен болсам, анамның ақылымен қолдауымен басымды тік көтеріп жүрдім. Өмір тоқтап қалған жоқ. Қайта жаңа бастау алды. Ажырасқан соң өмірімнің бәрі өзгере бастады. Басында ауыр болды. Қоғамда ажырасқан әйел деген таңба бар ғой. Соны естігенде жүрегім ауыратын. Бірақ анамның сөзі санамда жаңғырып тұрды. Өзіңді ешқашан кем санама. Сенің досың тек мен. Басқаға сырыңды ашпа. Осы сөз мені тек ұстап жүрді. Шынымен де, уақыт өте келе өзімді қайта таптым. Жастығымды қор қылғанына өкінгеніммен, оны тағдырдың сабағы деп қабылдадым. Айналамдағы адамдар әртүрлі қарады. Бірі аяп қараса, бірі сыртынан өсек айтты. Бірақ мен ешқашан иілмедім. Қайта өзімді басқаларға дәлелдеуге тырыстым. Мен әлсіз емеспін. Мен сүрінсем де қайта тұра аламын деген сеніммен өмір сүрдім. Арада жылдар өтті. Өмірімде көп нәрсе өзгерді. Көп оқыдым. Өзіме көңіл бөлдім.
алға ұмтылдым. Ең бастысы жүрегіме тыныштық орнаттым. 5 жылдан кейін өмірімде ең үлкен сыйды алдым. Жақын досыма тұрмысқа шықтым. Ол мені көптен білетін, жан дүниемді түсінетін адам еді. Онымен бірге жүрегім қайта гүлдеді. Бұл жолы ешкім асықтырған жоқ, ешкім мәжбүрлемеді. Өз қалауыммен, өз жүрегімнің үнімен тұрмысқа шықтым. Сол сәтте түсіндім. Алла әркімге сынақ береді. Кейде құлап, қайта тұруың үшін қателесіп барып дұрыс таңдау жасауың үшін. Менің жастығымда жасаған қателігім үлкен сабақ болды. Бірақ ол сабақ мені мықты қылды. Бүгін мен өз-өзімді бақытты сезінемін. Жанымда сенімді жарым бар. Құндылық дегеннің не екенін түсіндім. Бұл оқиғамды айтқандағы мақсатым қыздарға сабақ болсын. Қыздар, жүрегің дайын болмай тұрып ешқашан асықпаңдар. Ел не дейді деп өз тағдырларыңды құрбан етпеңдер. Бақыт сенің жүрегіңнің тыныштығында.